Армысыздар достар, сіздермен бірге шебер арнасы. Бүгін мен сіздермен осыдан 4 жыл бұрын, яғни 2019 жылы тоқтаған мына кішкентай үйдің құрылысының аяқталған фотоларымен, видеоларымен бөлісетін боламын. Осы аралықта біздің отбасымызда көптеген өзгерістер болды. Соның бірі менің інімнің ұлы Алдиярдың үйге келді және осы үйдің аяқталуына өз үлесін қосты. Мына видеода сіздер үйдің айналасына атмоска қойылғанын, терезелердің орнатылғанын, тоқ жүргізілгенін, су жалғанғанын көре аласыздар. Ал мына жерде үйдің сыртының қапталғаны, яғни мин плитаның қағылып басталғанын көре аласыздар. Мин плитаның сыртына мин плитаны судан, желден қорғайтын мембрана қағылды. Және үйдің фасадын қағуға біздер вертикалды профильдердің орнына ағаштарды пайдаландық. Бұл ағаштар бір демонтаж жүріп жатқан құрылыстан алынды. Мына видеода сайдингтің қағылып басталғанын көресіздер. Ал бұл жерде терезелердің айналасына ақ қаңылтырдан орнатылатын жақтаулардың қағылғанын көресіздер. Және бұл ең соңғы нәтижесі. Бұл проект менеджер Жетпісбай Алдияр. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер.